Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге педагогикалық жобамды голограммалық форматта таныстыратын боламын. Мен Унаялиева Майсара Ғадылбекқызы, болашақ бөбекжайының педагог-модератор тәрбиешісімін. Бүгінгі мен жобамның тақырыбы қыс аңдардың қыс мезгіліне дайындығы. Мақсаты мультстудия үшін жасанды интеллект арқылы баланың сөздік қорын молайту. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қиялдарын ертегілер арқылы сөздік қорларын молайтып, тіл байлықтарын дамыту. Сюжеттік біріздікті сақтай отырып, көңіл күймен, қисынды мазмұнды және қазақ тілінде сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық құндылықтарын дәріптеу. Міндеті театрландырған қойылымдар арқылы балалардың тілін дамыту. Ауызша сөйлегенде дыбыстарды анық айтуға үйрету. Кейіпкерлердің іс-әрекеттері мен дауыс ырғақтарын сәйкестендіре дұрыс сөйлеуге баулу. Тәрбиелігі ертегілер арқылы балаларды адамгершілікке, мейірімділікке және еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Әдіс тәсілдері мультстудия жасанды интеллект технологиясы. Мультфильмнің құрылу процесінің төмендегі кезеңдерден тұрады. Сценарий құру, рөлдерді таңдау және тапсырмаларды бөлу, ұсынған техника мультфильм кейіпкерлерін құру, қысқа метражды түсіру, персонаждарды дыбыстау, компьютерлік бағдарламаларды мультфильмді монтаждау, мультфильмдерді көрсету. Бұл жерде қажетті көрнекіліктер бізде касса және мультстудия сахнасы керек болады. Бұл жерде бізде бүктеу түрлі түсті қағаздар пайдалана отырып, балалармен бірге оригами әдіс тәсілдерін пайдалана отырып, ертегілердің кейіпкерлерін оригами әдісі арқылы қағаздан жасауға болады, бүктеу арқылы. Құрастыруда бізде құрастырғыштарды пайдалана отырып, әртүрлі ертегі кейіпкерлерін жасалған суреттерін тауып, ертегі кейіпкерлерін құрастырады. Түрлі түсті ермексөздер пайдалана отырып, мүсіндей отырып, ермексөзді пайдалана отырып, әртүрлі ертегі кейіпкерлерін өздерінің қиялын, шығармашылық қабілетін дамыта отырып, әртүрлі ертегінің кейіпкерлерін мүсіндейді. Бұл жерде балалар өздерінің мультстудия кабинетінде өздеріңіздің көріп отырғандай түсіп тұрған шығарылған суреттерді желім арқылы тағылымдарға жабыстырып сахна жасауда. Бұл жерде балалар ермексөзді пайдалана отырып қиын мен кірпі ертегісін жасауда. Балалар жұмыс үстінде жұмыстанып жатыр. Және барлығы ертегінің кейіпкерлер мүсіндеп болғаннан кейін балалар сол ертегі мультстудия сахнасына қойып, өздері тамашалап, бақылап қарап тұруда. Ал бұл жерде бізде мультстудия кабинетіне кіру үшін алдымен балалар кассаға келіп, одан билет алып, сонымен қатар мультстудия кіру үшін, мультфильм қарау үшін балалар өздерінің тәтті попкорндарын сатып алу жұмыс үстінде суретіміз. Ал мына жерде бізде мен өзім балаларды мультстудия кабинетінде балаларға алдар көсеме бай ертегісін айтып беріп жатқан сәтінен үзінді. Бұл жерде балаларды еңбекқор құмырсқаның балаларға қалай тәрбиелік бәрін беретін ертегілерді айтып беру сәтінен үзінді. Сонымен қатар мына жерде балаларды топтарға бөліктіріп бөліп, балаларға ең бірінші тапсырманы берместен бұрын ертегілерін таныстырып, оларды қандай жұмыстар жасалатындығын айту үстіндеміз. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай балалар алдында тұрған суреттерді қарап отырып, ермексөздер сол ертегі кейіпкерлерін жасалу үстінде. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай құрастырғыштан әртүрлі ертегінің кейіпкерлерін құрастыруда. Бұл жерде ПВХ материалынан жасалған әке мен бала ертегісін айта отырып, орын-орындарына орналастыру сәтінен үзінді. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай мультстудия сахнасында бұл жерде түрлі түсті қағаздарды пайдалана отырып, оригами әдісімен еңбекқор құмырсқаның бізде кейіпкерлерін балалармен бірге жасаған жұмысымыздан үзінді. Мына жерде біздер балалардың мультстудияда жасаған ертегі кейіпкерлерін жасаған жұмыстарының үзінді. Мына жерде бізде суретін жасанды интеллект программасында адамның бет әлпетін, дауысын және басқа да жеке қасиетін танып жасанды интеллект алгоритмдерін пайдаланатын жүйе. Бұл программамен кез келген ертегінің кейіпкер балаларға айтқыза отырып, олардың тіл байлықтарын дамыта отырып, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, балалардың дауысын осы жасаған мүсіндеген немесе оригами қағаздан жасаған ертегі кейіпкерлерінің ертегісіне балалардың дауысын салу үшін осы программамен қолданса болады.
Содан кейін бізде Stop Motion Studio программасы мобильді құрылғылар мен компьютерлер қозғалысты тоқтату анимация жасауға арналған бұл қолданба. Бұл Apple Android үшін қолжетімді. Бұл фотосуреттер сериясын түсіріп, содан кейін оларды интуитивті интерфейс арқылы бейнеге біріктіру арқылы мультфильмдер мен анимацияларды оңай жасауға мүмкіндік берді. Бұл программамыз болады, Stop Motion Studio программасы. Бізде жаңағы жасалған, мысалы бізде мультстудия сахнасына қойған кезде ермек саздан жасалсын, бұл оригами жасалсын, балалардың дыбыстарын сала отырып, жаңағы алдыңызда программа. Мына Stop Motion Studio программада жаңағы ертегі кейіпкерлер жүргізу арқылы, анимация беру арқылы осы программамен ертегі мультфильм жасауға өте қолайлы. Содан кейін бізде мына жерде балалардың бірге отырып бірге жұмыс жасаған мультфильмімізден үзінді. Бұл еңбекқор достар мультфильмі. Шегіртке өмір сүріпті. Ол күні бойы ән айтты. Билеп көңілде болып жүреді екен. Бірақ еңбек еткенді ұнатпайды. Оның достары қыстың қамын ойлап, өз індеріне азықтарын жинап жүрді. Түні ойнаймын, өлең айтып тоймаймын. Тым уайымсыз шегіртке келе жатып, азық тасып жүрген кірпіні көреді. Ойнап күлетін кеш қой. Кірпі досым не істеп жүрсің? Қазір еңбек етпесем, қыста не іздеймін? Антан болған шегіртке, еңбек кетсең өзің біл. Еңбекке мен жағым жоқ. Сөйтіп шегіртке секіріп кетеді. Келе жатса алдынан қоян кездесіп. Сан досым, неге қиналып жүрсің? Қыстың қамын жаз ойла. Бір ойлама, үш ойла. Шегіртке ән айтып келе жатқанда түйінмен кездеседі. Түйін немен ойнашы? Суық күнде толда, уақытым жоқ ойнауға. Келер күн ойлап, қыстың ашынауға. Тағымға қаласың. Жемістер көп, астан көп. Ескілі келіп, күн суыта бастайды. Кезіп жүріп даланы, құмырсқаның ізін көреді. Құмырсқа досым, маған көмектессің. Еңбек етпегенім, ертеңі қиын болады. Достарым маған көмектессін десін. Мен де сенден сақты өзімнің азығымды жинаймын. Күтілетін нәтиже, мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қиялдарын ертегі арқылы дамиды. Қазақ ертегілерінің кейіпкерлері арқылы қазақ тілінде анық және таза сөйлейді. Өзінің ұнатқан мультфильмі қазақ тілінде дыбыстап әңгімелей алады. Әрбір жеке тұлға ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, мультстудия қазақ ертегілерін құрастыра алады. Болашақ бөбекжай бақшасында мультстудия жасанды интеллект қолдану арқылы мультфильмдер жасалуда. Болашақта бақшамыздың YouTube каналына өзіміздің құрастырған қазақша ертегілерді тұрақты жариялап отыруды қолға аламыз деп үміттеміз. Назарларыңызға рахмет.